Мен Апок және де ақша табу каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дым істемей қалай 500 инса алу керектігін айтатын боламын. Сондықтан бейнероликті соңына дейін көріңіздер, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер, кез келген комментарий қалдырып кетіңіздер. Осы жаңа каналдың дамытуына өздеріңіз кішігірім болса да бір үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Жалпы кеше түнде мынандай пост қалдырған болатын, 500 инса қалай алу керек, дым істемей деп, осы 50 от жинасаңыздар сіздерге ақпарат жеткізетін боламын деген. Сіздер сразу екі есе орындап тастаңыздар. Үлкен рахмет бұндай активность көрсетіп жатқандарыңызға. Сіздер қалай 50 жинап болғаннан көрсетсе деп сөйтіп маған жазып жатсыздар. Сондықтан сіздерге жалпы бір видеомен ортақ жауап қайтарайын деп жатырмын. Сондықтан бейнеролик соңына дейін көріңіздер. Так, көбісі мені сұрады, адам садам, ол адам садам ғой, примерно сол ғой деп менен сұрап жатты. Жоқ, достар, ол емес. Бұл приложение аты Redmi деп айтылады. Бірақ та сіздерге бұл приложение скачать етіп те басыңызды ауыртып керек жоқ. Өйткені бәрін сізге бір бала істеп беретін болады. Бұл аяқта негізі кіріп көрсеңіздер, опрос ештеңке шықпайды. Бұл жерде негізі таба алмайсыз өз басыңызбен. Тек қана бір адам оны сізге тауып бере алады. Сондықтан қазір қайттан до конца көріңіз деп айта берейін ба. Қайттан кірейік телеграмға. Яғни маған кеше түнде Саят деген бала жазған болатын, 500 теңге аға сізге жасап бере аламын ба деп. Яғни мен бұл балаға тегін реклама жасап беріп жатырмын. Соның кодын қолданасыздар. Жалпы не үшін айтып жатырмын? Егер де сіздерде осындай ұсыныстарыңыз болса, елге пайдалы нәрсе, онда маған жазсаңыздар болады, мен сіздерге тегін реклама жасап беретін боламын. Короче, қараңыздар. Бұл балаға номер жібересіздер, сіздерге пин-код деймін ғой, смс-код келеді. Сосын смс-кодын сіз айтасыздар оған, болды. Басқа ештеңе істеп керек жоқ. Сізге сосын бір жарты сағаттан кейін не келеді? Бана 500 инсаңыз келеді, болды. Ол 20 минутта опросты өтіп сайтта, и 500 инса келетін уақытты, шығарған уақыты 5-10 минут. Общий санады жарты сағатта примерно сондай уақыт кетеді. Енді сіздердің мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Ол смс мүмкін басқа жерден келу мүмкін, біріншіден. Екіншіден, жалпы мен өзім-ақ істеп, өзім-ақ таба алатын шығармын деген сияқты сондай сұрақ келуі мүмкін. Үшіншіден, ол 500 инсан өзі шығарып алмай ма, потом мен артына кіріп, өзі істеп, өзі шығарып алмай ма деген осы сұрақ туындайды сіздерде. Мен қазір өзім тексеріп көрдім бәрін, и қазір сіздерге жауап беретін боламын. Бірінші сұраққа, яғни Redmi сіз сообщение келген кезде обязательно Redmi деген ішінде сөз болады. Егер сөз болса, онда уайымдамай жібере берсеңіздер болады. смс-ті, кодты. Ал егер де Redmi деген сөз болмаса, жібермей қойыңыздар. Енді алдамайтын бала болып көрініп тұр. Бәрі рас екен көрсетті. Кеше мен соның арқасы 500 инса алған болатынмын. Сол бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, біз өзіміз неге жасай алмаймыз? Өзіңіз жасай алмайсыз. Мен уже 2 аккаунт аштым, 2 аккаунтым күйіп кетті. Өзім көрдім, өзім тексеріп көрдім. Бірақ та опрос сізге вообще шықпай қояды. Оның какие-то бір методы бар, сол методына бала біледі екен. Енді оны қазбалап сұраған жоқпын. Өйткені енді өзінің табысын, біреудің табысын жеген тоже некрасиво. Сондықтан өзі тапсын. Оған не пайда? Мынандай сұрақ. Оған пайда, яғни сіз код номеріңізді берген кезде, ол өз атынан, яғни өз код приглашениесін қолданады, и оған сіздің, егер де сіз опрос өтсеңіз, ол енді өзі өтеді ғой. Өткен кезде оның счетына 300 ақша түсетін болады, 300 теңге ақша түсетін болады. Яғни реферальный программа бойынша 300 теңге түседі. И әр адамнан 300 алады, и оны дальше карточкасына шығарып алады. Там минимальный карточка 2000 теңге екен, или 3000 деді ме, сондай. Соны өзіне реально ақша ретінде шығарып алады. Ал сіздерге 500 инсадан беріп отыратын болады. И үшінші сұрақ, өзі шығарып алмай ма 500 инса? Негізі шығаратын кезде инса тек қана регистрация жасалған номерге ғана барады. Сондықтан ол өзіне шығара алмайды никак. Тек қана сіздің номеріңізге шығарып бере алады. Вот. Осы сұраққа жауап бердім. Енді осы баланың ссылкасын описание қалдырып кетемін. Сондықтан тағы да бір рет қысқаша түрде айтып жіберейін. Яғни сіз балаға номеріңізді бересіз, ол сізге смс-код жібереді, сіз айтасыз, айтқаннан кейін 20 минутта опрос өтеді, и 5 минуттың ішінде ақшаңыз түсетін болады. Болды. Сізге тек қана номер жібересіз,
пин код айтасыз, смс код айтасыз, болды. Осылай достар, осындай халявный нәрсе, сондықтан үлгеріп қалдыңыздар. Бұл ұзаққа дейін істейтін сияқты все-таки. Сондықтан көріңіздер, сіздермен мен болған Апок, сау саламатта болғанша.